Халқымыздың біртуар перзенті, ұлт азаттық қозғалыстың көсемі, Алашорда үкімет негізін қалаушысы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, лингвист, әдебиеттанушы, ғалым, ақын, аудармашы, Қазақ газетінің ұйымдастырушысы әрі бас редакторы Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Торғай атырабындағы Сарытүбек деген жерде ел арасында беделді Байтұрсын Шошағұлының шаңырағында 1873 жылы дүниеге келген. Жангелдин ауданы Ақкөл ауылына жақын тұста Ахмет Байтұрсынұлының өмірге келген үйі сақталып тұр. Сонымен қатар, әулетінің үлкен қорымында Ахметтің әкесі Байтұрсын, ағалары Қали мен Мәшен жерленген. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мұғалімдер даярлайтын мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылдары ұстаздықпен айналысып, бала оқытты. Ахмет Байтұрсынұлы өзін саясаткер ретінде қалай көрсетті? Ахмет Байтұрсынұлы 1905 жылы жазылған Қарқаралы петициясы авторларының бірі болды. Сол кезден бастап, жандармдық бақылауға алынған Ахмет Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілде күні губернатор бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. Кейіннен қазақ облыстарынан тыс жерге жер аудару жөнінде шешім қабылданды. Осы шешімге сәйкес Орынборға 1910 жылы наурыздың 9-ында келіп, 1917 жылдың соңына дейін Орынборда тұрды. Осы қалада өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлымен бірігіп, және басқа да қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпыұлттық қазақ газетін шығарды. Қазақ елінің азаттық қозғалысы тарихында Байтұрсынұлы редакторлық жасаған қазақ газетінің алатын орны ерекше. Ахмет Байтұрсынұлы 1917 жылғы революциядан кейін Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Екінші жалпы қазақ съезінде оқу-ағарту комиссиясының төрағасы болып сайланды. 1919 жылы наурызда Алашорда өкіметі атынан кеңес өкіметімен келіссөз жүргізуге Мәскеуге барады. Сол жылы сәуірде Байтұрсынұлының ықпалымен Алашорда басшылары мен мүшелеріне кеңес өкіметінің кешірімі жарияланған еді. Ахмет Байтұрсынұлы кеңестердің тарапына өткеннен кейін немен айналысады? 1920 жылы Қазревком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасын межелеу ісіне белсенді араласып, Астрахан және Сібір аумағындағы қазақ жерлерін Қазақстан құрамына қайтаруға араласты. Сондай-ақ Қазақстанда мектеп жүйесін қалыптастыруға, мәдениет ошақтарын құруға, жаңа оқулықтар жазуға басшылық жасады. Осылайша Ахмет Байтұрсынұлы түрлі қызметке атсалыса жүріп, 1926 жылы Бакуде өткен бірінші түркологиялық құрылтайға төралқа мүшесі ретінде қатысты. КСРОда қуғын сүргін басталғанда Ахмет Байтұрсынұлының тағдыры не болды? 1929 жылы 2 маусымда Алаш қозғалысының 43 қайраткермен бірге тұтқынға алынып, Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. 1930 жылы 4 сәуірде ату жазасына кесілгенімен, бұл шешім 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерге жіберумен ауыстырылды. 1934 жылы Максим Горкийдің жұбайы Елена Пешкованың көмегімен Байтұрсынұлы мерзімінен бұрын босатылып, отбасымен Алматыға оралады. 1937 жылы 8 қазанда қайта қамауға алынып, саяси қуғын сүргін құрбаны болды. Ахмет Байтұрсынұлы Алматы қаласында 1938 жылы 8 желтоқсанда қаза тапты. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тарихында алар орны қандай? Ахмет Байтұрсынұлының алғашқы кітабы 40 мысал 1909 жылы жарық көрсе, 1911 жылы Маса деген атпен өлеңдер жинағы басылып шықты. Әліпбиді қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасады.
Ол жазған оқу құралы қазақ тіліндегі тұңғыш әліппенің бірі болды. Бұл Ахмет Байтұрсынұлының жұбайы, ұлты орыс, бірақ ислам дінін қабылдаған Бадрисафа Мұхаммед Садық қызының басына қойылған құлпытас. Ахметтің Шолпан атты қызы болған. Тәуелсіздік жылдарында Алматы қаласында Ахмет Байтұрсынұлының музейі ашылды. Сонымен қатар Байтұрсынұлына арнап ескерткіштер қойылып, көшелерге аты беріле бастады. Бұл бүгінгі ұрпақтың ұлы тұлғаға деген құрметі. Көмірлер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын, ел бүгін үшін, менікі ертеңгі үшін.